бұл күзге. Рахмет, ботам. Ол менің айдай ағазым, бұл күзге. Айналайын алтыным. Айналайын ботақаным, бұл ежелден келе жатқан сыр сандық. Оның ішінде не бар? Қазір мен саған көрсетейін, бұл сыр сандықтың ішінде не бар екендігін. Бұның ішінде тұяқтас бар. Қазақтың ұлттық аспаптарының бірі, ежелден келе жатқан. Бұны ауылдың алтауызын айтқан уақытта ән салғанда пайдаланады. Ал бұның жасалу жолдарын мен саған айтып түсіндірейін. Аттың тұяғын әуелі қайнатамыз, содан кейін кептіреміз, содан кейін тазалаймыз. Бұлғарды көркемдеп, әшекейлеп пайдаланады, жасалынған. Бұл аттың тұяғынан жасалғандықтан, бұл аттың үнін білдіреді, жүріп келе жатқан, шауып келе жатқан. Мен ойнап көрейінші. Ала ғой ботақаным. Ал ондашы қызым, осы тұяқтаспен сүйемелдеп, әжеңе ән арнасам қайтеді? Орындап бересің бе? Я. Сау бол.